Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Мастер KZ каналы. Бүгін мен сіздерге Alibaba.com-нан қалай заказ беруге болады, тапсырыс қалай беруге болады, сол туралы айтатын болам. Каналдан алыстамаңыздар, лайк подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар достар. Alibaba.com сайтына кіреміз. Және мына жерде өзімізге ұнаған, қалаған нәрсені қарап заказ берсек болады. Немесе мынада поиск бар, сол поискқа басып өзіңізге керек нәрсенің атын жазсаңыз, сол жерден шығарып береді. Alibaba.com-ның бір ерекшелігі, бұл жерде тек оптовый заказ бере аласыздар. Біреу, екеу жоқ, тек оптовый. Біреу заказ берулеріңіз мүмкін, бірақ жол ақысы тым қымбат бұл жерде. Мысалы үшін AliExpress.com-да бесплатный доставка бар. Ал бұл Alibaba.com-да бесплатный доставка жоқ, барлығы платный. Кем дегенде $80 артық тұрады. Жол ақысы келуінің өзі. Сіз егер бір магазинде бір жерде жұмыс істейтін болсаңыз, бұл жерден оптом заказ берсеңіз болады. Себебі сіздің жол ақыңызды да барлығын ақтайтын болады. Егер жоқ, өзім үшін заказ берем десеңіздер, мен сіздерге AliExpress-те ұсынған болар едім. Себебі AliExpress-те штуковый сатады және бесплатный доставка бар. Бірақ бұдан қымбаттау. Мысалы үшін мына наушникті алатын болсақ, мына наушнигіңіз қазір бір штугы $890. Ал AliExpress-те бұл кемінде 4000-5000 теңге тұрады. Және запрос деген кнопканы басасыздар. Запрос деген кезде дәл осы сіздерде де шығады. Осыны отправить дегенде бассаңыздар, прямой тікелей осыны сатып жатқан сатушының несінен түседі. Сообщение болып, ол кісіге барады. Және міне біз мына кісіге, яғни осыны сатып жатқан продавецке, мына сол продавецтің есімі, сол кісіге міне осы наушникті біз сұрадық. Осы наушник қанша теңге тұрады, осы наушникті алсам бола ма деген сияқты қылып біз ұсыныс жасадық. Қазір бұл жерде мен тек қана здравствуйте, меня интересует этот товар деп жаздым. Қазір бізге бұл кісі өзі ответ қайтарады. Бұл товар қанша тұратынын және қанша болатын ценасы, жол ақысы қанша болады, соның барлығын сіздерге айтып өтетін болады. Бұл жерде сіздерге айта кететін жайт, тек AliExpress-те, тек осы Alibaba-да ғана сіздер сообщение жүргізіңіздер. Сіздерге заявка тастадыңыздар, ол сізге айтады жауабын. Сізге егер ұнайтын болса, сіз осынша товар заказ беремін деп бұл кісіге айтасыздар. Сіздерге бұлар өздері чет тастайды. Бұлардың өзі дәл осы жерде сіздерге чет номер тастайды. Мұны осы чет номерге сен ақша салсаң, мен сенің товарыңды жіберемін деп сіздерге чет номер беретін болады. Сіз сол чет номерге ақша аударатын боласыз. Және ол чет номерге ақша аударғаннан кейін ол кісіге барып түседі, көрінеді, және сізге сізге товарды жіберетін болады. Бұлар сіздерге ұсыныс тастауы мүмкін. Басқа мессенджерлер арқылы арзандау береміз, анау деген сияқты сөз айтуы мүмкін. Басқа мессенджерлерге шықпаңыздар. WhatsApp, Twitter, басқа кез келген мессенджерлер айтуы мүмкін. Ондай WhatsApp-тармен сөйлеспеңіздер. Сіздер егер олармен сөйлесетін болсаңыздар, ол арқылы сөйлесетін болсаңыздар, сіздерді лақтырып кетуі мүмкін. Тек сол үшін, тек осы менің ішінде сөйлескендеріңіз ыңғайлы. Осы жерде сөйлесесіздер, сіздерге бұл доказательство Alibaba сіздерге тұрып береді. Осының ішінен сіз товарыңызды алуыңызға, немесе товарыңыз келмейтін болса, қайтадан ақшаңызды қайтарып алуға сізге Alibaba-ның өзі көмектесетін болады. Бұл жерде товарлар өте көп, тек оптовый бағада. Бір наушнигіңіздің бағасы жерде көрін жазылып тұр, әртүрлі цена болып тұр, 419, мынау бумага 25 теңге, сумкалар 81 теңгеден, бірақ бұлардың жол ақысы қымбат, $80 жоғары. Қысқаша айтатын болсақ, егер $80 жоғары, $80 біздің ақшаға кемінде 35-40 мың теңгеге жетеді. Сіздер бұл жерден оптовый алатын болсаңыздар, сіздер ұтасыздар міндетті түрде. Егер штуковый болатын болса, мен сіздерге AliExpress-те ұсынатын едім. Ал қарағандарыңыз үшін рахмет. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде сіздерге ответ қайтаратын боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.